Ардақты ағайын, көп еркектің Құран бағыштауды білмейтініне куә боп жүрмін. Ал ер азамат отырған жерде әйел алам Құран бағыштауына болмайды. Сондықтан да Құран бағыштауды үйреніп алыңыздар. Сөйтіп күнде кешкі астан соң ата-бабаларыңызға Құран бағыштауды дағдыға айналдырыңыз. Бұхари Сахих хадистер жинағында келтірілген мына бір хадисте пайғамбарымыз айтады: адам баласы қайтыс болған кезде амал дәптері жабылады. Тек мына үш кісінің амал дәптері жабылмайды. Жария садақа жасаған, яғни үзілмейтін садақа, пайдалы білім және дұға қылатын салихалы ұрпағы. Яғни, қайтыс болғаннан кейін ата-анасы үшін баласының Алладан олардың күнәларын кешіре гөр, оларды жәннатқа кіргізе гөр деген дұғасы пайда береді екен. Алла елшісінің тағы бір хадисінде былай дейді: расында жәннатта бір адамның дәрежесі көтеріледі. Сонда ол маған бұл дәреже қайдан келді? Мен мұндай болатындай амал жасамадым ғой дегенде періштелер оған: бұл артыңда қалған балаңның сен үшін Алладан кешірім сұрағаны дейді. Бізге жеткен сахих хадистерден байқап отырғанымыздай, қайтқан кісінің біліп-білмей жасаған күнәсі болса, Алла кешіреді деген сеніммен артынан Құран бағыштап, дұға ету салихалы ұрпақтың қасиеті. Оқылған Құранның әрбір әрібіне сауап жазылатыны баршаға аян. Жалпы Құранның кез келген жерінен қай жерде, қай уақытта оқыса да сауап. Ясин, Мүлк сүрелерін оқыса да болады. Бұл екі сүренің қасиеті жайлы бізге мынадай хадистер жеткен. Кімде-кім ата-анасының немесе екеуінен бірінің қабірін әр жұма сайын зиярат етіп, сол жерде Ясин оқып тұрса, Алла тағала оны Ясин сүресіндегі әріптердің мөлшеріндей кешіреді. Құранда 30 аяттық сүре бар. Ол сүренің қиямет күні араша түсу адамды тозақ отынан сақтап, жәннатқа кіргізеді. Бұл Әл-Мүлк сүресі. Сонымен бірге Құран бағыштағанда алдымен ардақты пайғамбарымыздың рухына, оның пәк әхли бейтінің, ұрпағының, Алланы сүйікті, салихалы құлдарының рухтарына бағыштап, артынша өзіңіздің аталарыңыздың есімдерін атап шықсаңыз болады. Дегенмен көпшіліктің жаттауына және айтуына оңай саналатын Фатиха сүресін бір рет, Ықылас сүресін 3 рет оқып дұға жасау Құран бағыштаудың ең оңай жолы боп саналады. Ендеше интернеттен Фатиха мен Ықылас сүресін тауып, жаттап алыңыз. Сосын дәрет алып, Фатиха сүресін бір рет, Ықылас сүресін 3 рет оқып, өмірден өткен жақын адамдарыңыздың атын атап, бағыштайсыз. Оңай ғой. Құран бағыштауды үйреніңіз және балаларыңызға үйретіңіз.